Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода корей салатын қысқа сақтайтын боламыз. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып тазалап, видеодағыдай жақсылап парлаймыз, және де қақпақтарымызды да жақсылап парлап аламыз. Құрамына керекті заттарды төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен қиярларымызды жуып тазалап, екі шетіндегі керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Және де дәл видеодағыдай етіп, үш бұрышты етіп кесеміз. Міне қарасаңыздар, осылайынан үш бұрышты етіп кесіп аламыз. Қиярларымызды мен көрсеткендей етіп кессеңіздер өте әдемі болып көрінеді. Енді келесі болгар бұрышын видеодағыдай өте жіңішке етіп кесіп аламыз. Енді сәбіздерімізді кәдімгі осындай корейский салатты турайтын осындай үккіштен өткізіп аламыз. Дәл осылайынан барлығын өткізіп шығамыз. Келесі чесноктарымызды майдалап тураймыз. Міне достар, біз барлығын турап дайындап алдық. Енді осы салатқа мариновка жасаймыз. Ең алдымен жарты стакан сұйық майымызды басқа ыдысқа құямыз. Оның үстінен осындай 9% уксустан жарты стакандай құямыз. Келесі осындай соя соусынан 2 үлкен ас қасықтай құямыз, және де қызыл бұрыш, қара бұрыш, және де кориандрдан 1 шай қасықтай дәл осы көз мөлшермен қоссаңыздар болады. Енді тұзымыз бен қантымызды саламыз. 2 қасықтай тұз және де 3 қасықтай қант қоссаңыздар жеткілікті. Енді барлығын жақсылап, қантымыз бен тұзымыз еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Енді қолымызға салафанымызды киіп, осы дайын тұрған соусымызды туралған салатымыздың үстіне құйып, жақсылап қолымызбен мыжып араластырамыз. Біздің соусымыз осы салатқа әбден сіңуі керек. Мінеке жақсылап барлығын араластырамыз. Енді бетін жауып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Біздің тұзымыз өте әдемі болып сіңуі керек. Құрметті достар, төмендегі подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Міне достар, біздің салатымыз 4 сағаттай тұрды. Астында суы осындай болып шығады. Енді басқа ыдысқа салатымызды судан бөліп аламыз. Мінеки енді укропымызды майдалап турап қосып, шамалы үстінен тұзымызды саламыз. Жақсылап қолымызбен араластырамыз. Біздегі алдыңғы суымыздан бөліп алдық, ол су бізге қажет емес. Енді алдын ала парланып дайын тұрған банкілерімізге видеодағыдай салатымызды ақырын салып шығамыз. Қатты тығыздамаңыздар, міне осылайынан салсаңыздар жеткілікті. Мінеки барлығын дәл осылайынан салып шығамыз. Менде 1 литрлік банкіден осылай 4 литрдей шықты. Енді осындай үлкендеу ыдысымызға салқын суымызды құйып, үстіне осындай полотенцамызды видеодағыдай саламыз, және де банкілерімізді ақырын осылайынан орналастырамыз. Бұл бізде сыртынан қайнату деп аталады. Енді бетіндегі крышкаларын қойып бұрамайсыздар. Дәл осылайынан жай ғана бетін жауып қойып, астын қатты отқа қоямыз. Міне осылайынан қайнап бастайды. Дәл осылайынан 15-20 минуттай қайнатамыз. Мінеки бізде толықтай банкілеріміз қайнады. Енді ақырын судан аламыз. Енді крышкаларымызды жақсылап бекітетін боламыз. Менде 1 банкім осындай бұрандалы болды. Қалғандарын кәдімгі жапқыштың көмегімен жақсылап бекітіп жауып алдым.
Құрметті достар, сіздердің банкілеріңіздің атылып кетпеуі дәл осы жапқышқа да байланысты болып келеді. Сапасы жақсысын алсаңыздар, сіздердің банкілеріңізде жақсы болып шығатын болады. Мінекей барлығын осылайынан жауып болғаннан кейін видеодағыдай төңкеріп, бетін жылы сүлгімен жауып қоямыз. Міне достар, осымен біздің кореялық қыстық салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім.